Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай керемет көтерілетін, бір жасағынан шығатын үлбіреген булочканың рецептін ұсынамын. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалмасуды ұмытпаңыздар. Өте тез жасалатын керемет булочка. Бізге булочканың қамырын илеу үшін 2 жұмыртқаны жарып алдым. Сүт керек, сұйық май, шекер керек. 2 жұмыртқама сүтімді құям. Сүт менде 200 грамм, сұйық май 50 грамм, 15 грамм шекер, 5 миллиграмм дрожж, 10 грамм тұз. Осылардың бәрін қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып, дрожжымызды еріген соң, сүт жылы болу керек. Жұмыртқа да бөлме температурасында болу керек. Сонда тестамыз әдемі көтерілетін болады. Енді алдын ала илектен өткізіліп алған ұнымды жайлап салып, қамыр илейтін боламыз. Бірінші осылай қастың көмеймен қозғап алам. Кейін қолыммен жақсылап илейтін болам. Қамыр қатты болып қалмау керек, не жүдә сұйық болып кетпеу керек, орташа болу керек. Қамырды илеп болған соң 30-40 минутқа жылы жерге жауып, бетін жауып қоямыз. Жұмсақтығы осындай болу керек. Қамырым міне 30 минутта ашып қойды. Өте әдемі көтерілген. Енді осы қамырмен жұмыс жасаймыз. Оны ыдысынан түсіріп алып, суалайым. Үстемді кішкене бөліктерге бөліп, булочканы формасы қыламыз. Булочка домалақ булочка болады. Достар, кеңес берем, жасап көріңіздер. Өте керемет көтерілетін, дәмді үлбіреген булочка болады. Міне өз домалақтап қойып, қағаздарымызға салып, 10 минутқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз. 10 минуттан кейін ашып, өстіп жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізге салуға дайындаймыз. Максимум шамалы 180 градусқа 35 минутта піседі. Міне булочкамыз пісті. Өте әдемі көтерілген, қып-қызыл піскен. Өте оңай рецепт. Қазір ішін езіп көрсетем. Іші міне үлбіреп тұр.